Күн ашық. Көктемнің ең көркем шағы болатын. Ағаштар бір жайып, айнала жасыл желекке оранып жатқан. Бірақ сол күні ауыл іші біртүрлі тыныш болды. Құстардың дауысы естілмей, адамдардың жүзі салқын тартып кеткендей көрінді. Барлығы бір оқиғаны ұмытқысы келіп жүргендей әсер қалдырды. Жас қыз Аружан ауылға демалысқа қаладан келген болатын. Ол табиғатты жақсы көретін, әсіресе көктемдегі ауылдың тыныштығына ғашық болатын. Бірақ ауылдастарының мазасыз кейпі оған да әсер ете бастады. Әжесі оған бірдеңе айтқысы келгендей, бірақ үнемі сөзін өзгертетін. Кешкісін күн батып, айнала қою қараңғылыққа бөлене бастағанда, Аружан аулада жалғыз өзі отырған. Салқын самал бетіне тиіп, әлдеқайдан шыңғыруға ұйқас дыбыс естілді. Ол селк етіп артына қарады, бірақ ештеңе байқамады. «Әже, мына дыбысты естідің бе?» «Есігіңді жап, қызым. Бұл 15 сәуірдің елесі шығар», деді. Аружан аң-таң. Әжесі бұрын мұнда ештеңе айтпаған. «Қандай елес? Не болып еді бұл күні?» Әжесі күрсініп, баяғыда болған бір оқиғаны айтып берді. Осыдан 30 жыл бұрын, дәл 15 сәуір күні, ауыл шетінде бір қыз жоғалып кеткен. Айтуларынша, қыз түнде орман жаққа қарай кеткенде қайтып келмеген. Іздеуге шыққандар тек оның көйлегінің жыртылған бір есік айна тауыпты. Сол күннен бастап әр 15 сәуір күні кешкісін әлгі қыздың елесі көрінеді, дейді ауыл адамдары. Аружан сенгісі келмеді. Бірақ түн ортасында бөлмесіндегі айна өз-өзінен сықырлап, бір бейне пайда болды. Бейне бозарған жүзді, ұзын шашты қыз. Олар жанға тіке қарап тұрды. Аружан қатып қалған күйі қарап тұрды. Қыз ақырын тіл қатты. «Мені тап. Менің атым Салтанат». Ертеңіне Аружан айна алдынан жоғалып кетті. Әжесі оның бөлмесіне кіргенде тек айна мен ескі көйлегін тапты. Айнаның бетінде саусақпен жазылған іздер қалды. Келесі жылы тағы біреуін алып